Қаржылық мониторинг агенттігі Алматы облысы бойынша департаменті Қазатомөнеркәсіп акционерлік қоғамы құрылымындағы негізгі кәсіпорын геологиялық жұмыстары мен технологиялық бұрғылауға жауапты Волков геология акционерлік қоғамының бюджет қаражатын жымқыру фактісі бойынша тергеуді аяқтады. Компанияның бұрынғы басқарма төрағасы Молдаши ДН 2 жыл бойы орындалған жұмыстар бойынша жалған актілер рәсімделетін схеманы ұйымдастырған. Аталған құжаттарда Казбурмаш СК жауапкершілігі шектеулі серіктестігінен жеткізілмеген қосалқы бөлшектер қабылданғаны туралы жалған мәліметтер көрсетілген. Осы жалған актілер негізінде контрагентке 86 миллион теңгеден астам сома аударылған. Кейін бұл қаражат заңсыз иемделген. Тергеу барысында күдіктілер келтірілген материалдық шығынды толық өтеді. Қылмыстық іс сот қарауына жолданды. Еске сала кетейік, бұған дейін осы іс аясында Волков геология акционерлік қоғамы филиалының директоры Борашев, сондай-ақ Казбурмаш СК жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің басшысы Алипаев пен бухгалтер Тоқатаева 3 жылдан 7 жылға дейін бас бостандығынан айырылған болатын.